Армысыздар? Сәлематсыздар. Бүгінгі влог Таиландтың көше тамақтарын арналады. Біз қазір көше тамақтарын сататын орталыққа келдік. Bir жағымызда акуланың еті, bir жағымызда қолтырауының құйрығы. Осы жерден дәм татамыз, әсерімізді бөлісеміз. Бастайық. Туризм жақсы дамығандықтан Таиландта асхананың түр-түрі бар. Мұнда тамақ жағынан таңдау көп. Дегенмен бұл шығарылымда үйреншікті дөнер, бургер, спагетти секілді тағамдарға тоқталмадық. Тек өзімізге таңсық астарды ғана жеп көріп, видеоға түсірдік. Бұл біз үшін жаңа формат. Сондықтан бір нәрсе дұрыс болмай жатса, қатты сөкпеңіздер. Таиландқа келе салып том ям жедік. Бұл аш-шаян мен басқа да теңіз өнімдері қосылған қышқыл әрі ащы тағам. Одан кейін кокос сүті қосылған тауық сорпасы том каркайдан дәм таттық. Артынша Каосан роудқа барып, Као Няо Мамуаң деп аталатын тәттіге кезек бердік. Ол күріш пен мангодан дайындалады екен. Бір түрлі тамақтарды да ұмытпадық. Дәл осы Каосан роудта Ернардың сары шаян жегені естеріңізде болар. Ал Пхукетте ол 8 аяқ жеп көрді. Қарап отырған менің өзім әрең шыдадым. Кейін суши, кумпир, қуырылған тұшпара, түрлі сорпалардың дәмін таттық. Тәттілерге әбден тойдық. Қысқасы, ары қарай кадр сыртындағы дауыс болмайды. Тоқтаусыз тамақ жейміз. Ас болсын, бастайық. Шетелге шығып осындай ерекше тамақ жегіңіз келсе, Aviasales.kz көмегіне жүгініңіз. Ол сізге арзан әуе билеттерін тауып береді және саяхаттан кэшбэк қайтарады. Бүкіл қазаққа танымал сорпа дейміз бе, е? Том ям ғой. Сол том ям негізгі отан осы Таиланд. Сондықтан да том ям іш көрейік. 120 баттан екен. Ал тамағымыз келді. Дәмін көрейік. Осындай көп қояды екен алдыңа жәшік. Ойбанында құмысқа жүр. Жаңа мен тарелкамда да не? Тарелкамде де құмысқа жүр. Олар кешім сұрады алып тастады. Жарайды. Тек қана теңіз өнімдері екен ғой сонда, е? Әрі тәтті, әрі ащы. Осындай бола ма? Осындай дәм бола ма? Қызық. Бірақ енді Алматыда ішіп жүрген том ямдармен салыстырған кезде әрине мынау күштірек. Жоқ. Күшті. Бірақ біз ашты емесін тапсырыспедік, бірақ сонда да мен үшін аштылау болып тұр. Айтпақшы мен Таиландта таңғы асқа том ям ішеді деп естідім. Білмеймін, таңғы асқа менің асқазаным көтере алмайтын еді. Бірақ бүгіндікке бұл біздің таңғы асымыз болып тұр ғой. Иә. Ал дәмін көрейік. Мен бұл астың фанаты емеспін, көп ішпеймін. Бір-екі рет қана жеген шығармын, бірақ дәмі есімде қалмады. Ama krevetkinin dәмі аузымда бар кішкене. Маған бір кеспе қосып жесең, Қытай кеспесі ол кәдімгідей. Дәмі жағынан, е? Дәмді? Күшті? Қызанағы бар екен. Мынау жақсы екен. Білмеймін. Бүгіндікке қарным қатты ашты. Тезірек бас салып кірістім деп тұр. Сондықтан бізге ас болсын, тамақ жеп отырсаңыздар, сіздерге де ас болсын. Таиландта бір рахаты смузи, шырындардың бағасы өте арзан. Мысалы, Алматыда мұндайды 3000 теңгеге ішсең, ал бұл жерде жаңағы 50 ма сондай батқа сатып алдық. Манго мен құлпынайды маған араластырып берді. Сонысы күшті. Сондықтан Таиландта жүрген кезде көбірек осындай шырындарды, смузиларды ішу керек деп ойлаймын. Сыр мен нанға тапсырыс берген едік қой. Міне. Бірақ хачапури емес, е? Ол сияқты емес. Хачапури емес, ұқсайтын. Лаваш қой кәдімгі. Құр лаваштың ішіне сыр салған сияқты, е? Түсінікті. Таиландта том ямнан кейінгі екінші танымал сорпа том кха хайдың дәмін көрмекшіміз. Біріншіден ерекшелігі бұл жерде тауық бар, саңырауқұлақ бар, пияз бар және кокостың сүті. Мен кокостың сүтін енді сорпа үйінде бірінші рет ішіп отырмын. Дәмі қызық,
ненің специялардың, дәмдеуіштердің арқасында шығар, сорпа андай тәтті болып көрінеді. Негізі бұл сорпа 19 ғасырда пайда болған деседі. Тайлықтардың дәстүрлі ас үйіне кірген ең алғашқы сорпа. Яғни том ям және осы том кхай. Менің тамағым патха про деп аталады. Қуырылған тауық еті, сосын күріш, үстіне жұмыртқа қойылған. Ешқандай артық дәмдеуіш жоқ. Кәдімгі қуырылған тауық жанында бұрышымен дегендей. Егер балалармен келсеңіз, нағыз балалар жейтін тамақ екен. Балалар мынадан бастайтыны анық. Banana syrup and coconut sauce. It's banana. Yeah, mango. Pumpkin inside pudding, Thai custard. Асқабақ па? Асқабақ, Yeah, Sikilai durian with coconut. Signature Thailand. King food Thailand. Number one. Number one. Yeah, number one Thailand. Таиландтағы нөмір бірінші дейді. Hello. Күрішпен турин. Енді тәтті болып саналады, көрдің бе? Мангамен жасайды. Yeah, mango Sikilai. Мынау мангасымен, мынау мангамен дейді. Күрішпен манго, Күрішпен манго дейді. 50 baht. 50 бат, 50 бат дейді. Қысқасы манго күрішпен. Сосын тағы бір тәтті бір нәрселерін қосты ішіне. Күреген дәмін. Үстіне кокостың сүтін құйды. Мен жалпы негізі өзім мангоны көп аса жақсы көрмеймін. Негізі ше? Біздегі манголардан. Таиландта келіп алғаш рет манго жеп жатырмын. Күрішін жедім. Мынау кәдімгі сүтке боқтырылған күріш қой. Бала кезде ботқа жейтін едік қой. Сондай. Күшті мынау. Керемет екен мынау. Жек көресің ба? Жек көрем. Не, смузінің дәмін көрсек. Қазір. Қалай? Жақсы ма? Мен сияқты тәтті жегішке кайф. Мынау күшті екен. Кәдімгі күріш, қанты көп екен да? Күріші піскен ба? Иә. Жоқ, маған бір қаттылау сияқты күріші. Жоқ, қаттылау дегенде ондай қатты емес қой. Балма бір нәрсе қосқан ғой, қанттан. Содан манго мен күріш үйлеседі деп ойламаппын, шыны керек бар ғой. Үстіндегі ғой қытырлап тұрған. Күріш емес. Иә. Жаңғақ сияқты бір нәрсе. Енді мынау жаңағы айдақар дедім ба? Қызыл айдақар. Соны дәмін көремін. Мен мүлде жек көрмеппін мынандай жемісті. Бізде бар негізі бұл, Бар. Қымбаттау шығар бірақ. Ненің дәмі ғой? Қазір, бақта. Ши бар ғой, кәдімгі ауылдағы. Не? Ши бар ғой. Не? Ши деген шөп бар ғой, ши. Жоқ, білмеймін. Біз ауылда суырып жейміз ғой, бегі, маягөз жейміз. Сендер, иә. Сол ши бар ғой, сол шидің түбін жейсің ғой, бетіп суырып. Сол шидің дәмі ғой мынау. Ой Алла. Мен жоқ мынаның түріне қарадым да, ойладым бір. Құлпынай сияқты, сондай бір. Ең болмаса бір таңқурай, құлпынай сияқты қызғылт түс болғаннан кейін, күлгін түс қой мынау. Күлгін түс болғаннан кейін сондай деп ойлайсың ғой шамамен дәмі. Бірақ мынау кәдімгі ондай тәтті емес. Қанты аз. Біз енді түсінбейміз шидің дәмі сияқты дегенді. Қандай дәмі? Тоқта. Қарағаздың жапырағы шықпай, көктемде мынандай бір сақ-сақ дән сияқты болады. Өткенде ғана жедім ғой. Есіне ма, ағаштан жұлып алдым да. Білмеймін сен үнемі ағаштан бір нәрсе жейсің. Қысқасы, кішкене қанты бар, жапырақтың дәмі ғой былайша. Мә, жек көрші ме? Ернар не дейді құдайым ау, қара ағаш деді, ши деді. Бірақ ағаштың дәмі қандай болады оның? Ернар ғана біледі. Неге ұқсайды екен? Қант қосылған шөптің дәмі ме? Сен шөптің де дәмін білмейсің ғой бірақ. Қысқасы дым тәтті емес, дым күшті емес.
түсініксіз бір болмайтын бір дәм, құдайым. Мынаны смузи дей ма? Смузи деген ол күшті болу керек қой. Мына қанша бат болды? Мына қымбатырақ болды, е? 35 бат болды ойын. 45 емес пе? Жоқ, 35. Киви 45, е? Қысқасы, Бангкокқа келгенде драконның смузин ішпейміз. Маған қатты ұнап отыр негізі. Мұз қосып шиді ішсең мықты болады екен. Одан да кивиді көрейікші. Ауылға барып құр шиді өзін жемей, мұзбен жеймін. Бірақ енді біздің ауылда манго өспейді. Кивидің смузи енді елдің бәрі біледі ғой. Киви жеп жүрміз, бізде көп киви. Мынау енді смузи, дәмді. Шөліңді қандырады. Күшті. Енар. Мынау смузиге көп мұз қосыпты. Жаңа біз түскі аштық қой. Қонақ үй жақтағы кафе. Ол жерде басым бұлай дымылдаған жоқ. Мынаны 3 рет ұрттаған шығармын, басыма дың етті. Мынау өте тойымды екен, мен кәдімгідей тойып отырмын. Мен кешкі асым осы болды енді қысқасы. Кішкентай 8 аяқ. Мынандай тамақ не? Мынау аштысы, мынау ашты емесі дейді. Шайнап көрейген не болса да. Міне, көрдіңіздер ма? Жазира мені қинап, мынандай 8 аяқ жегізіп жатыр. Үш жақтан 3 камера түсіп тұр қысқасы. Ешқайда қаша алмаймын. Кетчупқа алдым, дәмін көрейін енді. Дәмі сондай күшті емес, шын айтайын. Резинка сияқты ұзақ шайнау керек. Қысқасы не ғой? Қарның қатты ашып, адам тұрмайтын бір аралда жалғыз өзін қалып, сосын жейтін тамақ жоқ, амал жоқ. Не істейсің? Осындай 8 аяқ ұстап аласың. Онда мынандай кетчуп та жоқ қой. Сонымен бір нәрсе қылып ағашпен бір нәрсе қылып от жағасың. Сөйтесің да қуырып. Ойбай, мұрным күшіп кетті ғой. Тірі қалу үшін амал жоқ, осыны жейсің ғой. Бір ағаштан лайым тауып аласың мынандай. Құдайға шүкір лайым ағашы барына. Сонда қатты ма, жұмсақ па еді? Ауызға салсаң жұмсақ. Біраз уақытқа дейін сағыз сияқты шайнайсың. Резинка сияқты ғой. Анау. Тамақ тез шайнап жұта саласың ғой. Бұда ондай жоқ та, сен соңынан шайнауың керек та, амал жоқ. Шайнай бересің, сосын аны бүкіл дәмі аузыңа келеді та. Содан кейін енді. Мысалға мынаны не екенін көрмей, мынандай екенін көрмей, мысалға. Құры жей салсаң да дәмі ұнамайтын еді. Бұның түрі де онша емес, дәмі де онша емес. Тағы жейсің ба, сенбісің ба? Не қылайын енді, лайымды. Мен білмеймін, ол жақсы әдет па, жаман әдет па, менің бір әдетім бар. Бастырған тамақты соңына дейін жемесем, орнымнан тұрмайым да. Мен мынаны бітірейін десем, дәмі онша емес. Бітірмейін десем, ана әдет бар да, соңына дейін жетіп сау керек тамақ. Мен мынаны тастай салайын десем, обал болады сияқты да. Мына біреу несін жейін біреуін. Ой, Ернар, обал емес болды. Жоқ, обал ғой, сонша қуырып берді ана кісі. Мынаны жейін. Сақсылап тұрып лайымды севейін. Жаңағы өзім аралда жүргенде сезінейін. Сонымен осыны жеп жатырмыз. Ұрыспаңыздар. Мен үнемі ойлайтынмын. Шетелге шықсам, бұрыннан бар да ойымда. Шетелге шықсам, осындай дүниелерді жей аламын ба екен, жей алмаймын ба екен. Мысалға, жыланның етін, қолтырауынның етін деген сияқты, осындай 8 аяқтың етін жей аламын ба деп ойлайтын да. Дәмін тата алады екен, бірақ жей алмайды екен толықтай. Дәмін татын деп, жарты деп сансың.
excuse me, can I make extra topping? Extra topping from this? Cheese. I like more cheese. Yeah. Мындай картоп 2010 жылдары Алматыда осындай картоп сататын. Сайран жақта. Кумпир деп аталады. Бірақ ол дәмдірек еді. Вай, жақсы. Мына майонез, сыр, жүгері қосылған картопын жесең, дәмді. Бірақ тек мынау астында қалың өз картоп қалып қалады да, соның өзін ғана жесең, аса дәмді емес. Бірақ саған қарасам, саған ұнап жатқан сияқты. Өйткені сен 5-6 қасық ұрып да, одан кейін комментарий бересің. Сен же? Жарайды. Менікі Ернардікіндегі картоп, бірақ ішіндегі қосындысы өзгеше. Менде саңырауқұлақ және сыр. Мен үстіне тағы да сырға тапсырыс бердім. Менде 2 есе көп сыр. Сен етсіз тапсырыс бергенге таң қалдым. Қалай құр жүгері, не бола ма, нәр бола ма, күш беремін. Етпен бар ма екен? Не бар ғой? Тауықтың еті бар. Одан кейін балық бар. Олардан микс жасауға да болатын еді. Менше бұл тамақ балаларға ұнайды. Өйткені әдетте балалар пюре жақсы көреді ғой. Егер бала еш нәрсе жемей қойса, осы картопқа келіп тапсырыс берсеңіз болады. Өте дәмді, күшті. Сенікінің түрі дәмді өтті. Саңырауқұлақ. Мен саңырауқұлақпен тапсырыс беруім керек еді негізі. Жоқ, өте дәмді. Өте дәмді. Біріншіден пюресі керемет шыққан. Жақсы тұздалған. Бір жақсы тойымды екен, а? Жасын жерін тойып қалды. Қысқасы, егер осындай картоп көрсеңіз, көшеден, міндетті түрде алып көріңіз. Бұл соған тұрарлық, тойымды, асқазанға жеңіл, ешқандай артық дәмдеуіштері жоқ. Мынадайға тапсырыс бердік. Енді бұл қант ағашынан жасалған шырын. Көз алдымызда дайындап береді. 100% табиғи өнім деп жазып қойыпты. Аппаратқа салып езіп жатыр. Біз бұны 50 батқа сатып алдық. Менде 50 бат бар ма екен? Менде 20 бат, 100 бат, менде 100 бат екен. Thank you. Мынау 75 болды. Әбден сығып алған ғой, қараш. Бәрін сығып алды. Ал дәмі көрші? Мынау 50 бат, мынау 25 бат болды. Кішкентай стакан, дәмі көр. Дәмі көрейін. Керемет. Керемет. Бірден шөліңді қандырады екен. Негізі смузи деп ойлап қалған ғой. Мысалы, маған біреу айтпаса, алып келсе, мен смузи деп ойлап қалатын едім. Неге ұқсайды дәмі? Ананас, алма және тағы бір жемісті араластырып бір микс смузи жасаған сияқты. Тағы бір дәм тұр, ненің дәмі екен білмей тұрмын. Мен ойлайтын едім, мынаны берсем, ананастың сусына неге көп қант қосып саған және қышқылын алып саған деп. Түсі де сап-сары екен. Мынандай бұталарда мынандай түсті шырын шығады деп ойламайсың, шыны керекші. Бір кішкене бір шөптің дәмі бар, бірақ? Иә. Аздап шөптің дәмі бар. Сәл-пәл бір шөпті қосып жүрген сияқты. Иә. Қызық, бірақ көп іше алмайсың. Біз жаңа жарты литр емес, осындай бір стакан алғанымыз дұрыс болды. Себебі мен бітіре алмайтын едім. Әне, құйып жатыр. Мынау мен сығып алды. Бұталарды сосын енді анандай бөтелкелерге құйып жатыр. Енді сушиларын көрейік. Смузи дамақтап қойын.
Ана жақта біреулер шоу жасап жатыр, соның дауысы шыны керек. Енар, бізде әлі қарбыздың маусым басталған жоқ қой. Ал мен дәл қазір қарбыздан смузи ішіп жатырмын. Күшті. Андай қарбыздың смузи ішкен кезде бірден миға бір жаз деген бір ассоциация келеді, өзіңді бір білмеймін. Өзіңді бір жаздағыдай сезінесің деп па, бірақ Таиландта қазір жаз. Біз деген 3 түрлі суши алдық, міне. Мынау креветкамен, мынау бір балықтың түрімен, мынау біздегі танымал Филадельфия. Міне. Таиландқа келіп, суши жейміз деп ойлағам жоқ. Бірақ бұл жерінде дәмін көрейік дедік. Соясын қайда қойып бергенін білмеймін, әйтеуір. Мен мына неге васабидің үстіне қоя салайын, бәрі васаби жемейміз. Ал бірінші креветкадан. Бұл енді суши емес, ролл ғой. Құры роллдар. Креветканы көрейік. Бәріміз сенің аузыңа қарап отырмыз. Креветка үйрен қалған ба? Бұрынғыдай қарсаласы жоқ па? Иә. Сен көр. Маған креветкамен ұнады. Мен мұндай дәмді болады деп күтпедім. Түбіндегі васаби. Васабиға бекер салдың ба? Иә. Не жеген түсінбей қалдым. Аузымда тек қана васаби. Қазір манты сияқты бір нәрсеге тапсырыс бердік. Ішінде тауық және саңырауқұлақ. Тұшпараға және мантыға ұқсайды. Анау тамақ бар ғой, қошамбет. Бірінші қуырады, сосын бұқтырады. Мантыға ұқсайтын, е? Ұйғырлардікі, е. Иә. Анада керісінше, бірінші бұқтырады, сосын қуырады екен. Теңіз көкөнісі. Бәрін қазір араластырады. Тауық қосып жатыр, әне. Мынаған салып жатыр, әне. О, қайнатып жатыр, әне. Сорпасы бар. Қолмен үзе салды. Қандай қайнаған суда микробтың бәрі өледі ғой енді. Мынаны қосты, шөпті қосып жатыр, әне. Әне, 1 минутта ұстаған жоқ, бір 30 секундта сала салды. Анау балбырап шыға келді. Тауығым да дайын болды, әне. Маған не піспеген сорпа? Ой, бәрі пісті ғой бұл сорпаға, құдай-ау. Әне де, пиязымен ба салды. Бұл сорпаға мына аш-шаяндар да, кальмар да, мына аш-шаян кальмар бұрыш та, балық та, мындадағы балық та, тауық та бәрі пісті ғой. Соның араласқан сорпасы. Ал жазыры баста. Түрі тұшпараға ұқсайтын. Бірақ бұлай қарасаң манты сияқты ыстық тамаққа тапсырыс бердік. Ең бірінші бұны бұқтырды, одан кейін көз алдымызда қуып берді. Қазанда ішінде саңырауқұлақ және тауық. Кәдімгі тұшпара, тек мен саңырауқұлақ қосылған тұшпараны жеген емеспін. Сонысымен маған таңсық болып тұр. Әйтпесе, кәдімгі тұшпара қамыры қалың емес, қытырлап тұр. Ал, менің тамағым аты шөп-шолаң қосылған тауық. Тауық қосылған шөп-шолаң. Бұны бір сорпаға дайындап берді. Теңіз өнімдері. Мынандай қараңыздар, кеспесі бар. Тауығы бар. Және сорпасы, шөбі бар. Маған бейтаныс мынандай бір заттары бар. Оны не екен? Балықтан жасалған Балық, доп деп жазылып тұрды.
Fish balls. Балықтан жасалған доптар. Осы балықтан бастайықшы. Мен балықтың котлетін ұнатып алып едім. Балықтың котлеті бар ғой, кәдімгі? Сол ғой. Ол не қойдым анау? Біз хунчоза жейміз ғой, сол қойдым. Кәдімгі хунчоза, бірақ кішкене дәмі басқашалау, кішкене. Маған жалпы өзіме хунчоза ұнайды. Тауығын жегенде, тауық. Кәдімгі тауық, сорпаға піскен. Тауық Таиландта да тауық екен. Тағы мындай бір нәрсесі бар еді ғой. Бұл да балық қойды ме? Мен мынау ұқсас, бірақ мынау дәмдірек. Қысқасы осындай тамақ жеуге болады. Хунчозасы мен тауығын жеймін енді. Басында мен асығыстық танытып, маған қатты ұнады деп айтып қойдым, бірақ екеуін жегеннен кейін жүрегіме тиіп кетті. Білем, тым майлы болып тұр ма? Әйтеуір, қалған үшеуін мен жей алмаймын. Өзімді зорлағым деп тұрған жоқ. Ал енді Мотидің кезегі келді. Моти. Мотидің түрі де әдемі. Я, сүйкімді сондай. Көрген кезде жеңге кетеді екен. Мынау бізде бананмен, мангамен, блуберри қалай болады? Жүзім. Сосын мынау құлпынаймен. Қарақат. Окей, қарақат. Жақсы. Қайсын жеймін, Генар? Қайсын жеймін? Мен нан жақсы көремін. Сен қарақат жеймін, мен манго жеймін. Ути-пути деп. Тішін көрсет, тішін. Іші де сондай көк дөңбек екен, Қамыр ма не? Бауырсақ сияқты ма? Мынау жүгерінің ұны ғой. Жайжыра саған қатты ұнады қойдым осы, Қатты ұнады. Thank you. Бара-бара қолыма жеген тамақтарым сыймай. Мұның бәріне айтпақшы, қазір бізде 70 болды, мынау 60 болды, 130 бархана кетті. Осының бәріне. Мен тәттілерге кезек берейін, өйткені мен тойып қалдым. Мындай бір нәрсе алдық. Көзімізше жасап берді. Не қосқан әйтеуір түсініксіз бір қаймақ, бір мынау қимақ, және үстіне бір шөп бау нәрсе қосты. Бұл жай қимақ емес, мен түсінген бойынша кокостан жасалған. Бірақ соны қалай жасады бұдан? Оны түсінбедім. Мынау қызыл осында сәбіз бе? Сәбіз емес. Бір нәрсе әйтеуір. Ердің ерекшен жағылып қалды. Жеке өзін жеп көрейін. Тәтті екен, Қатты. Қатты тәтті ма? Маған ұнады. Жүрегіме тиіп кетті. Бұның қалай жасалғанын көрсеттік. Бұл тым тәтті емес, керемет. Әсіресе кофемен, шаймен, одан кейін бір дараман қосып қойса, шіркін күшті. Болды, мен тойдым. Рахмет. Өйткені банан мен нутелланың қосындысы, ол
адамның миын жаратын бір ерекше қуаныш сыйлайтын таңдайым болып күшті. Маған қатты ұнайды банан мен нутелла. Жетет болды. Осымен біздің Таиланд тамақтарына жасаған шолуымыз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыздар, репост жасаңыздар. Келесі влогта көріскенше. Сау болыңыздар. Еріп отыр ғой. Тез еріп отыр сен. Тез ерейткені? Ана кішкене қысқыл бір не екен, жасыл деген. Сен кішінмен балымыз жақсақ демес екен, Жемеші деп отқан жақсы. Балаларға жақсы екен. Ойбай, еріп отыр менікі. Қой жеп алайық.